Ассалаумағалейкум құрметті достар. Бүгін біз Испан партиясының келесі жалғасы, яғни мынау піл Б5 Д6 жүрісінде именно тағы да Асылхан мен ойнадым ол жерде 2117 рейтингте рапид ойыны. Бұл жерде уәзір ауыспаған нұсқасына бардық. Яғни уәзірді мен үш фигураға ауысқан жоқпын. Бұл жерде ондай разменге барған жоқпыз. Қазір H7 G7 полясына шабуыл жасау нұсқаларын қарастырамыз. Пілді Е7-ге бірденен центрді бұзу керек, өйткені мұнда связка болған моментті пайдалану керек. Теориямен жейді, и атпенен жедік. Связка пілменен ол связкадан құтылып жатыр. Бұл жерде атпенен жедік. Егер пілменен жеген нұсқасын мен айттым, пілменен жесе пілменен жейміз, сарбазбен жесе уәзір өте маңызды F3 нүктесінен ары қарай ол G3-ке баруы мүмкін, ары қарай өздеріңіз ойланып осы партияны ары қарай жалғастырып ойнап көріңіздер. Мен идеяны айтып жатырмын, енді ары қарай өздеріңіз талқылап көріңіздер. Әрине әр партияға анализ жасау ол өте маңызды. Мына жерде Б С сарбазбен жеді, өйткені Б линиясын ашып жатыр. Линияны ашатын болса, әрине туралар өте мықты ойнайды. Мен пілді қорғанысқа және де болашақта H7 нүктесіне шабуыл жасауға дайындап жатырмын. Атты F6, атты С3-ке жүрдім, мен дайындадым. Қарсылас рокировка и F4. Негізгі алдындағы жүрістер. Бұрыс жүрістер орын ауысты, бірақ дәл осы бағытпен ойын жалғасып жатыр. Тураны B8 и сарбазды B3-ке, пілді үлкен диагоналға шығару үшін С5, пілді B2 и С6. Енді қарсылас D5, сосын мұнда шабуылдар осы сарбаздармен былайынан тіке ортаны бұзғысы келіп жатыр. Әрине қарсыласқа мүмкіндік бермес үшін Е5 жүрісін жасадым. Негізі мына жерде плюс 1 беріп тұрады, бірденен равный тең позиция жасап тұр, но бірақ маған осы дебют, осы позиция өте ыңғайлы, өзіме ұнайды, қандай да бір момент кезінде шабуыл жасағанға. Мен Е5 не үшін өте маңызды дедім, өйткені ат Е4-ке келуі маңызды. Қандай да бір момент кезінде Е4-ке келсе, мұнда жертва жасауға болады. Енді көрейік. Қарсылас жедік, ат мына жерге пілдің келген нұсқасын алдыңғы видеода көрдік. Әзірді үш фигураға ауыстырып жедік. Жедім деген сияқты. Енді қарсыласымыз атты Д5-ке. Оған атты ауыстырған тиімді, ал маған тиімсіз. Себебі мен жейтін болсам, онда оның сарбаздары келеді, өте мықты сарбаздар пайда болады. Қарсылас контр шабуылға ашық позицияда мына пілдер өте жақсы ойнайды. Менде слабый пешкалар пайда болады. Енді әрине ол маған ауыстырмай, мен жаңағыдай айттым, атты Е4 маңызды полясына жүруге дайындап жатырмын. Компьютер предлагает ота пешканы жертва жаса дейді. Өйткені ол компьютер түсініп тұр, H7-ге уже максимальный фигуралардың барлығы дайын тұр мұнда. Кез келген моментте H5-ке барамын да, и F6-дан шах, мысалға тураны мұнда. H5. Уже мұнда келді. Мұнда келсе уже жүріп аламыз, сосын мұнда шах беруге мүмкіндік ашылып тұр. Кез келген моментте сарбаз ашамыз мына диагоналға мат қою үшін. Міне піл бар, неизбежный мат деген сияқты. Егер қарсыласымыз уже басқаша ойнап бастаса, мысалға мынандай ходтар жүріп бастаса, мысалға тураны мұнда жүріп келсе, мысалға мұнда келу үшін, онда біз жертва жасауға әрқашан дайын тұрамыз. Жесе жедік, немесе дұрыстап ойнауға болады әртүрлі варианттармен. Әрине бұл жерде жеген дұрыс, өйткені мынаның жолын ашу, ал бізге мұнда мат қоюға. Шах и мат. Кеттік, чуть-чуть артқа қайтарайық. Біздің партия бұлай болған жоқ. Ол әрине бұл жерде бірденен атты вилка жасады. Позиция менде плюс 3, плюс 4-ті көрсетіп тұр, плюс 3-ті 8. Мұнда качество ұтып алайын деп тұр. И сол моментте мұна фигуралармен жолды жақпысы кеп тұр. Әрине F линиясы ашылып тұр. Бұл тура өте мықты.
Ал маған ойнамай тұрған мына жақта бір фигура бар, тура бар. Сондықтан мен уәзірді H5-ке жүрдім. Мынау жесең же деп тұрмын. Мына мен жеп келемін егер какой-то момент болмаса, или мұнда H7-ден шабуыл жасайын деп тұрмын. Мында қарайық. Егер ол жетім болса, тағы бір біздің мына атпенен шах беру арқылы мұнда F7-ден мат. Патшаға шықса мат. Ал біздің мынаны жетім болса, мұнда пілменен или сарбазбенен жетім болса, тоже мат. Міне осындай өте мықты маттар бар. Осы маттардан қарсылас әйтеуір бір классикалық ойын болмағандықтан қай жерде болса да бір ошибка жіберіп қоюы мүмкін, солай мат қоюға болады. Сондықтан фигураларды осылай дайындап алу керек. Енді менің қарсыласым бұл жерде қандай ход жасады? G6. Әрине маттан құтылу керек. Дұрыс, H7 өте әлсіз. Уәзірді алдыға жүріп алдым, өйткені мына атты мұнда әкелу үшін. Компьютер предлагать етіп тұр, атты мұнда дейді, қарсыласым атты мұнда жүрді. Өте өрескел қателік. Маған бұл ат керек жасап тұр, маған ол ат керек емес, маған мына тура да керек емес. Мына пілменен ат уәзір болса жеткілікті қарсыласқа мат қою үшін. Сондықтан уәзірді мен жетіп жасадым. Оны пілменен жеді, ал мен атпенен шах. Патшаға ашсам мат, қарсылас осы жерден пілменен жеді, и мен сарбазбен жедім, уже неизбежный мат. Мұнда маттан құтылу мүмкін емес. Ол уәзірмен жесе де, мен пілменен жеп келем, мұнда құтыла алмайды. Қай жерге қандай ход жасаса да құтыла алмайды. Сондықтан қарсылас осы жерде ұтылғанын мойындап, сдаться жасады. Құрметті достар, испан партиясын осымен біз талқыладық. Енді келесіде әр сабақта біз қазіргі әлем чемпионатында болып жатқан Магнус Карлсен чемпион атақтан бас тартқаннан кейін Ян Непомняч пен Дин Лежин таласып чемпиондық атағы үшін. Дин Лежин ұтып алған еді, чемпион мира Дин Лежин болды. Қазір енді индиялық ең жас гроссмейстер Гукеш деген индиялық 18 жастағы гроссмейстер екеуі ойнап жатыр. Қазір 3 партия ойнады. Келесі сабақтарда сол каждый ойнаған партияларын біз талқылап, соны қазақ тілінде көрейік, тамашалайық, чемпионат мені қалай болып жатыр. Әрине орыс тілінде, ағылшын тілінде өте көп, бірақ қазақ тілінде жоқ екен. Біз соны видео қылып түсіріп салайық, құрметті достар. Әрине ол сіздердің қолдауларыңыз керек. Видеоларымыз көбірек просмотр жинап, ол посттерге шығып басқа жаққа таралып жатса, бізге де шабыт ашылады. Әрине біз дальше келесі қазақ тілі контентін дамытуға видеоларды көбірек түсіре береміз. Келесі сабақтарда жолыққанша, достар, сау болыңыздар.